Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан бала саны азайды ма? Өткен аптаның аяғында қазақстандық бір қатар медиада балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан бала санының азайғаны туралы бірнеше материалдар шықты. Медиада жазылған ақпаратта былай делінген: балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар саны азайып келеді. 22 мың баланың 80%-ын асырап алған. Ал 3 жыл ішінде елдегі жетім балаларға арналған ұйым 14-ке кеміді. Ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Медиада тараған ақпаратта манипуляция белгісі бар. Бұлай түсіндіріп көрейік. Журналистер балалар үйіндегі балалар туралы дерекпен Қазақстандағы ата-анасының қамқорынсыз қалған және жетім балалар туралы деректерді шатастырған. Қазақстанда 2021 жылы барлығы 22.692 бала ата-анасының қамқорынсыз қалып, жетім ретінде тіркелсе, олардың 16.402-сі немесе 72,2%-ның қамқоршысы бар. Ал балалар үйіндегі бала санына сәйкес 710 бала. Бұл жерде бір ескеретін жайт бар. Бұл мүлде бөлек дерек. Сондай-ақ медиада айтылған 80%-і бір жылдағы емес, бірнеше жыл бойы жүріп жатқан процестің көрінісі. 2011 және 2021 жыл аралығында ата-анасының қамқорынсыз қалған және жетім бала саны төмендеп келеді. Ал қамқоршысы бар балалардың проценттік көрсеткіші 2011 мен 2021 жыл аралығындағы көрсеткіш артып жатқанын айтуға болады. Сонымен қатар, бала Статгов дерегінше кейінгі 3 жылда ата-анасының қамқорынсыз қалған және жетім балаларға арналған жалпы ұйым саны 107-ден 89-ға дейін қысқарғанын, яғни медиада айтылған 14 емес 18 ұйым жабылған. Каналға тіркеліп бізді қолдаңыздар. Видеоны жақындарыңызбен бөлісіп, әрбір таратқан ақпараттарыңызға абай болыңыздар. Күмәнді ақпарат кезіктірсеңіздер, фактчек.kz-ке жіберсеңіздер болады. Біз сіздер үшін тексеріп береміз. Келесі кездескенше.